Ана деген асыл бағы жұмбақтың, ана деген қайнар көзі бұлақтың, сағынасың сен өзің, болмас егер қасында ол бір-ақ күн. Ана деген қайтпастай, сары болаттай, ана деген қалың шыққан құрақтай, ана өмірдің тіреушісі секілді, шаңырақты ұстап тұрған құлатпай. Құрметті біздің аналар, әріптестер, қыздар, сіздерді келе жатқан 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Көктемнің шуақты күндеріндей, сан алуан гүлдеріндей құлпырып, жайнап жүре беріңіздер деп, мен аяулы ана Ару Бүлдіршін атты мерекелік сайысты бастауға рұқсат етіңіздер. Олай болса, құрметті ата-аналар, сайысқа қатысушыларды қошеметпен қарсы алайық. Ару ана анасы салтанатпен. Айша анасы аман күнмен. Өнерін салыстырып, бәйге үшін терлетер шабыстырып, әділ баға беретін әділ қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Нөмір 2-ші Батыр балабақшасының әдіскері Даликулова Ардағаты Қадықызы. Осы аталмыш балабақшаның ересектер тобының тәрбиешісі Алипова Ләззат Сәметқызы. Осы балабақшаның қазақ тілі әдебиеті мұғалімі Кемелова Жаңыл Мұхатқызы. Алай болса, құрметті ата-аналар, өзіміздің кезек нөмірімізді таңдап алайық. Мына қоржынның ішінен өзіңізге қажетті асықты таңдап, сол нөмір бойынша сіздер өнер көрсетесіздер. 3-ші нөмір Алмагүл анамыз Назымен. 5-ші нөмір Махаббат анамыз Алуа қызымен. 4-ші нөмір Шолпан анамыз Балжанмен. 6-ші нөмір Амангүл анамыз Айшамен. 1-ші нөмір Гаухар анамыз бен Даяна. 2-ші нөмір Салтанат анамыз бен Аруана. 2-ші бөлімі тегін білмеген тектілік, яғни таныстыру. Әр ата-ана өз қыздармен бірге өздерін таныстырып өтеді. 2-ші зерделінің ойы озық, сұрақ жауап, яғни әділ қазыларының алдында жатқан сұрақтарды бір-бірден кезекпен аламызда. Сол сұрақтарға 1-ші сұрақ аналарымызға қойылған, 2-ші сұрақ қыздарымызға қойылған. 3-ші дәм-думан сайысы, яғни үй тапсырмасы болып саналады. Аналарымыз үйден дайындап әкелген тағамдарын сіздерге таныстырады. 4-ші өнерлі өрге жүзер деп аталады, яғни аналарымыз бен қыздарымыз өз өнерлерін көрсетеді. 5-ші кім жылдам? Бұл жерде аналарымыз бен қызымыздың жылдамдықтары шектеледі, яғни 2 минут уақыттың ішінде аналарымыз ой ойса, қыздарымыз бір жерден 2-ші жерге су тасиды. 6-ші көркемдік қиял, яғни сән үлгісі. Сайысымызды бастамас бұрын мектеп-алды даярлық тобының аналарына арналған ән шашуын қабыл алыңыздар. Ана әнімен осы отырған аналарымызға және келіп отырған аналарымыздың құрметіне қабыл алыңыздар. Балалар,
қатысушыларымыз өздерін таныстырып өтсе дейміз. Бірінші нөмірлі аруымыз бен анамыз. Бір үйдің қызығы, Раушан гүлдің үзігі, Данияр деген әкемнің, Даяна деген қызымын, домаланып билеймін, әнде шыраққа саламын. Ана менен әкемді бұндай тұғын баламын. Сәлем берем, сәлем беру салтымыз, сәлем менен сөз бастаған халқымыз, аман есен жүрмісіздер жалбыңыз, армысыздар жиылған жұрт халқымыз. Раушан гүлдің үзігі, Шалқар әкемнің Аруана деген қызымын, дөңгелене келеймін, шырқап ән салып, ана менен әкемді тыңдайтұғын баламын. Сәлем бердім мен сіздерге, алтын қазы алқасы, қатысамыз біздер, көрсетеміз біз бүгін сал дәстүрдің жалғасын. Қатысты міне бүгін қыздар сайын сынына, өзі жайылып тастасам, Селбек қызы салтанат. Шишанамыз, Алмагүл мен ару бүлдіршініміз Назым. Амандасу ежеден салтым деді. Міне тартқан салты жалғастырса, амансызға аяулым қалдым. Таныстырсам өзімді, Алмагүл Текебаевмын, өнерге шыққан Алмагүл Текебаевмын, Адания салтам, берімнің жүзімді есімді азаматым Ұлбайымын, Назым Нұрайын Ислам есімде балапандар анасымын. Қыздарының бәрі сұлу салсан назар, бәрі де арманына қолын созар. Бас қосты бүгін жиынға, аналардың қолымы, таусылмасын ардайым, отбасының сауығы, жаңыға қарап ала өсі, қарайға қарап тал өсі. Алдан келі тұрмын, тектір еткен жаңалған қазармын, ерекше дара туған қыздармын, шуақ шашқан жүктемін шуармын, Назым есімді кішкентай қыздармын. Рум кіші жахайын көлбет тентегімін, немересі болам Алданияз атамын. Асқа таулай әкем бар жүкназар, қайнар жылақтай анашым бар Алмагүл. Анам мені айым дейді, мен мұңайсам мұңайым дейді. Анам мені күнім дейді, мен қуансам күлім дейді. Армысыздар алтыннан ардақ делім, қорғасындай сабырлы салмақ делім. Үлгілі отбасылар сайысына қызым мен өнерімді сайлап келдім. Сұрайын езгі түнін амандығын, сәсіға шықты бірге анамдығын. Өнер мен білімімді көрсетейін, тәрбие мен тосын санам бүгін. Анамын бұрыл менен екі қызға, өмірдің мәні де сол ұл мен қызда. Халқымның салт дәстүрін, әдеп ғұрпын үйретіп келем талмай қызымызға. Көпшілік кебелген ақсы жетімді, барлығысты тез табатын шешімді, анашымды таныстырып өтейін, педикула шолпан деген есімді. Әкем менің үлгісі тірлігімнің, әрбір сөзі бірдегі сырлығымның, Беганұлы Қылманов, Әжан әкем, асқар тауым жүрегім нұрлы күнім. Келешекке жетелеген ізгі арманым, ақылымды жасынан қызға арнадым. Балбөбек тобының ару қызы, қызым менің балжаным қызға алдап. Амангелді қызды Гүлмира ханым басқарған, балабақсам қымбат алтын тастардан, түлеп ұшып батыр балабақсамнан, нағыз қазақ қызы болу бастармын, 6 жасты бағындырып келемін, оқу менен есепті де білемін, Айман мен Заринадай тәрбиешілерден әдеп құрып тәрбиені меңгеремін, тәрбиесінің сөзі бізге өнеге, білім алып шығам биік өлеге, инабатты ұл мен қыз болып өсейік, тік көтеріп туымызды төлеге. Болуға тырыстық, көршілдермен тату болдық, ұғыстық. Құтты болсын аналар мерекесі, мәңгі болсын елімізде тыныштық. Бесінші анамыз, Махаббат анамыз бен қызымыз Алуа. Бұл мереке талай жанға ән салғызды. Бүлдіршіндер таң қалдырды баршамызды.
қысқа ғана тобық сөзбен түйіндей мерекемен құттықтаймын баршаңызды. Армысыздар ата-анасы бар баланың, біз көрейік баламыздың самғағанын. Алуадай ару қыздың ай анасы, Рысбек қызы Махаббат мен боламын. Мерекемен бәрімізді құттықтайтын Алла атты Найман қызы мен боламын. 6-шы анамыз Алмангүл апайымыздың Айша қызымыз. Армысыздар жамағат үлкен қауым, ата-ана тәрбиеші ұстаздарым, шығып тұр алдарыңа талаппенен сүйкімді бүлдіршінім балапаным. Бас иіп бердік сәлем бәріңізге, жиналған жасыңызға кәріңізге. Асыл ана, ару қыз боп шықтық міне, сеніп сол бойдағы күш әлімізге. Шын болар алдыменен танысқаным, есімімді сұрасаңдар Айшамын. Еркелеген қызым Жарасбектің, ол жарасты тайсалмай сайсамын. Өте жақсы, өте рахмет. Құрметті әділқазылар, өздеріңіз саралап бағасын қоя жатарсыздар. Олай болса, өзінің алғырлығын ұғындырып, көрсетеріп көп іздеген мығымдылық келесі бұл сайыстың жоспарында түседі. Бәсекеге білімділік деп біздің аналарымыз бен қыздарымызға дайындаған өзіміздің сұрақтарымыз бар. Ол әділқазылардың алдында кезектесіп алсаңыздар болады, яғни ол жерде салт дәстүрге байланысты болмаса ситуациялық сұрақтар дейміз. Ал қызымызға екінші сұрақ өздерінің аналарына жайлы қойылған. Кезектесіп бірінші мәртебе алуымыздан бастап отырып ойлануға рұқсат етіледі. Оған дейін біздің мектеп алды даярлық тобының қазақ
болмайды дегендегі жиен кім? Жиен дегеніміз түсіндіріп кетсем, мысалы Даянаның анасының інісі болады ғой, інісі немесе апалары, солардың балалары жиен болады. Екінші сұрақ, ананың жақсы көретін киім үлгісі. Қызына Даяна жауап берсе ол сұраққа. Иә. Анаң қандай үлгідегі киімді жақсы көреді, айта болсын. Анам жақсы Бала дүниеге келген күннен бастап бала тәрбиесінде жасалатын сал дәстүрлерді атап берсеңіз. Бірінші ол шілдехана нәресте дүниеге келу құрметтеріне арналған той. Сосын қалжа деген, келінге беретін той. Сосын сал кесу и ол бала болса сүндет той. Ананың сүйікті ісі. Билуге, ән айтуға, тамақ жасауға. Үшінші нөмірлі анамыз. Анагүл анамыз. Анамның сүйікті асы. Асыл сапарға саяхатқа, сауда жолына шыққан адамдар жерлестеріне, көрші көлемдеріне, сайғыз адамдарына, жас балаларға өрелес ұсақтысын әкеледі. Оны базарлық деп атайды. Бұл жақсы көретін сыңғышықтың білгесі және ескерткіш ретінде қабылданады. Екінші сұрақ, ананың сүйікті асы. Яғни анасының сүйікті тағамы. Асы бауырсақ, еш бармақ, Төртінші анамыз Шолпан анамызбен Балжам жезіміз. Сіз қызыңыз жайлы білгіңіз келіп, балабақшаға келіп тұрсыз. Тәрбиеші сізді қатулы қабақ, ашулы күймен қарсы алды. Сіздің әрекетіңіз. Күшті сұрақ екен өзі. Қызым жайлы балабақшаға мысалы келіп тұрсам, тәрбиешілер егер қабақтанып, ашулы немесе көңіл күйі болмай тұрса, оларға жылы сөйлеп, қалыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма, шаршамай жүрсіздер ма деп бірінші жайлап, жағдайларын сұрап алып, содан кейін барып сабырлыққа шақырып, егер қатты ашулы болса, қанша дегенмен педагог қой ол кісілер. Педагогтың алдында біз де педагог болуымыз керек. Солай бір-бірімізді солай тәрбиелейміз. Сөйтіп жылы-жылы сөйлеп, сосын бәрі ол кісі сосын жылы-жылы сөйлесе жылан үнінен шығады дейді ғой. Сол сияқты ол кісілердің де көңіл күйін көтеруге тырысып, баламыздың жағдайын сұрап біліп кетеміз деп ойлаймын. Анаң жағынан жақын келетін туыстар қалай аталады? нағаш, ата, нағаш, апа, нағаш, апке, нағаш, аға. Бесінші нөмірлі анамыз Махаббат анамыз. Сыбаға деген не? Сыбаға құрметті қонаққа немесе жақын жуыққа арналған ардақ сақталған табиғи ет мүшелері, тағам. Мәселен, ақсақалдарға, құдаларға қойылатын. Мысалы, қыздарға, күйеу балдарға төс қойылады, қыздарға кәрі жық қоймайды, сол сияқты жаңағы өзінің мүшелері бар. Енді менің қызымның қойылған сұрақ, ананың ұнататын телесериалдары. Телесериал көрем балуа? Анам телесериал көрмейді. Анам жаңалық көреді. Ситуациялық сұрақ дейді. Баламен сөйлесе білу де үлкен өнер. Мысалы, түн неге қараңғы, күн қайда кетті, ұшақ қалай ұшады деген сияқты таусылмайтын сан сұрақтар қойып баған.
Сіздің қызыңыз да сұрақтарды көп қоятын болса, жауап беруге тырысасыз ба, әлде елеусіз қалдырасыз ба дейді. Өзім сұрағыма жауап беріп кетейін, келесі қызым жауап береді. Бұл бала тәрбиесіне ата-ана көп мөлшерде не бөлу керек, көңіл бөлу керек. Өйткені көбіміз жұмыстамыз дейміз, қазіргі кезде әсіресе жұмыстамыз деп біз асығып жүріп жүгіріп балаларға кей жағдайда қоя тұр, сосын келесің деген болады. Бірақ соған қарамастан мен өз басым, екінші кішкентай қызым болғандықтан мен өз басым келгенде Айшаға қойған сұрақтар, сан түрлі сұрақтар қойшы бала болмас. Соның барлығына жауап қайтарамын. Жауап беруге тырысам, толықтай жауап беруге тырысам. Бала күнді неге батады, мынау неге жарық, мынау неге салқын деген сияқты сұрақтарды көп қоямын. Барлығына сұрақтың толық жауап беремін. Мұндайға келсе, балаға көңіл бөлуге тырысам. Екінші сұрақ, анаң бос уақытында немен шұғылданады? Менің анам бос уақытта маған тамақ істеп береді. Тоқылу үйретеді, ән айту үйретеді, билу үйретеді. Ама немен шұғылданады? Тәртіпті болу үйретеді. Мама тәртіпті үйретеді. Сабақ оқимыз. Адым қазылар өздері сұрауға балда деп ойлаймын. Өздеріңе жарасып тұр сәздерің, таусылмайтын айта тұғын әндерің, ару ана сұлу қыздар бүгінгі дәмді болсын дайындаған дәмдерің. Ендігі кезекті 10 саусағына бал тамған аспазшыларымызды ортаға шақырайық. Дәм думан айдары. Аспазшылар? Дайындаған тағам. Біздің дайындаған тағамымыз барлықтарыңыздың сүйікті тағамдарыңыз, ол манты болып саналады. Мантының құрамында өздеріңіз білетіндей картоп, пияз және де ет қосылған. Мына кісі жасауға көмектесті. Екінші нөмірланамыз. Жасаған тамақтарымыз тағамдармен бірге істеген манты бізде де тоже. Сол мантыға қосылған пияз, сосын асқабат қостық біз. Арман маған көмектесті. Үшінші нөмірланамыз. Шекер, тұз, май қостық, елеліп, майға пісірдік. Төртінші нөмірланамыз. Шолпан анамыз. Бүгінгі дайындаған үй тапсырмасына көктем мезгілі болғандықтан көктемде ең алғаш гүлдейтін гүлдердің бірі қызғалдақ гүлі. Мен сол қызғалдақ гүлін жасадым және мынау рулет деп аталады. Рулетті жасап келдім. Орама. Қазылар дәмін көріп бағаласа. Ал мен бүгінгі осы мерекеге
көктем сиренадасы деген жемістермен бірге көкөністердің араласқан дәруменді салат дайындап алып келдім. Сонымен бірге қазір көктем деген өмірдің бастамасы, көктемде адамның бойындағы жаңағы дәрумендердің сарқылыватқан шағы, сондықтан көктемде осы витаминдерді, дәрумендерді жесе адамның ағзасына толық болады, ендері сау болады. Енді міне жерде мен тәтті бәліш орама, банан салған орама тәтті бәлішін дайындап келдім. Бұның бананды білесіздер, бананның ішінде мидың жұмысын жақсартатын, қабілетті жақсартатын, жүректің жұмысын жақсартатын В деген витаминді дәрумендер бар. Ол адамның жаңағы денсаулығын жақсартады, қабілетін жақсы жұмыс еткізеді. Ал киви де сол сияқты бүкіл дәрумендерге бай. Сондықтан көктемде осы мынадай салатпен осындай тәтті бәліші жесе, біздің қыздарымыз бен аналарымыз өте сүйкімді әрі сұлу болады деп ойлаймын. Мынау енді өздеріңіз білетіндей қазақтың ет тағамы. Қазы қарта, жал жая, соғымның нағыз соғым жеткізген қыстың кезі. Қазір алдарыңыз қоямын, мынаны кішкене ығыстырсақ бола ма? Қазақ енді еттің құрамын білесіздер. Бауырсақ қазір. Етпен бірге шұбат жүреді енді кішкене қазір. Алыңыздар. Шұбаттан алдырып, еттен жеп отырыңыздар. Көңілдеріңіз жайлы болсын. Біз әрі қарай өнер көрсетейік. Біздің халық өнерпазға бай халық, әнші деп те, биші деп те айталық. Талаптарын тауда екен бүгінгі өнерді бір көрсетсек бір қайтеді деп келесі сайысымыздың бөлімі өз өнері деп аталады.
Біздің аналарымыз дайындап болғанша тақпақтар. О анашым, таянышым, терегім, бар бақыты бір басында тіледім. Мені жақсы болса екен деп қашқанда, бұл дейді сені қамқор жүрегім. Ана десе алғыс алып халықтан, ана десе теңіз болып салқын, ана десе ашылады қабағым, ана десе әділдікті ұғамын. Ана дейді бәрімізде аңғылдап, ана дейді жас сәбиде жарқылдап, ана дейді бәйтеректің өмірін, ана дейді алтын қазық алтын бақ. Ана біздің күніміз, ана біздің гүліміз, ана сүті табылған біздің туған күніміз. Ең аяулы есім ғой ана деген, бар тіршілік бақытты ана менен. Ананы жеткенше мұратына билем, іздеп лапылдап жана берем. Балжан, яғни біздің ару бүлдіршінімізге ағасы Асылжан көмектеседі екен. Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva. Eso es lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar toda la noche. Eso es lo que quieres gozar.
дайынсыздар ма? Енді ол қатырақ шығармыз. Қойды. Аға бірінші сразу қатып шығармыз.
Келесі анамыздың өнері. Сүймелдеп жіберсін. Әуелі дүниеге тақып сөзді жаттап жүрмедім. Аруана деген әдемемді қабыл алыңыздар. Өз балаңнан артық бала бар ма? Мәз боласың, жарай қалсам шаруаңа. Теміздейін кешіп өтіп жетпей, жан ботасың сағынғанда аруана. Теміздейін кешіп өтіп жетпей, жан ботасың сағынғанда аруана. Аруанасың мен одамын жана, сенсіз менің бар жұлдызым жалғанда. Сенсіз менің айым туып аларыма, атым шауып баспайды алғанда. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шауып баспайды алғанда. Рахмет, құрметті аналар, ауыл жүргізушінде. Ендігі біздің әніміз тек балаларымыз тек қазақ тілінде ғана ән шырқамайды, білесіздер. 3 тілділік болғандықтан қазақша да, орысша да, ағылшында да ән айтамыз. Кәне, балалар ортаға тұра қал. После таких талантов даже страшно выступать. Могут выразить той любви нашей мамочки, которая у них в сердце. То есть даже нету таких слов, чтобы выразить любовь к вам. Итак, на 3 языках. Мамочка, родная, милая, мы желаем тебе счастья и благополучия. Ла-ла-ла
что прям стоит. Ну, а сейчас послушайте наши добрые стихи. Mommy, I love you more than you see. You have always been there when I needed you to be. I know I don't show how great my life is, but I need you to know all the love for you I have to give. My dear mommy, I love you very much. I want you to be happy, all the love on much. My dear mommy, let me kiss your face. I want you to be happy today and always. Yes. Be happy, be happy. My dear mommy, be happy today and always. Ну, а теперь мы просто споем вам веселую песню. Қыздарымыздың жылдамдығын анықтаймыз, шапшаңдығын анықтаймыз. Аналарымызға ақ қағаз бен қарандаш беріп, оған өздерінің қазақтың ұлттық оюын салып, қиып, 2 минуттың ішінде әділ қазыларға тапсыру керек. Ал қыздарымыз бірінші қатарға тәрелкеде су тұрады, екінші қатардағы бос тәрелкеге қасықпен апарып құю керек. 2 минут уақыттың ішінде уақытты белгілеп отырыңыздар.
Кім бірінші? Екінші. Айша болды бірінші. Айша бірінші. Айша болды бірінші. Балжан. Сосын. Одан не көре алмай қалдық өзіне ойда көзі ойға қарап қойды. Екеуін бірінен соң бір Негізі бірінші аналардың несін ету керек, содан кейін барып балаларын ету керек еді. Мына көре алмай қалдық расы. Мен көрдім Айшаның бірінші. Екінші ыдысқа су құйылды ғой. Енді сол суды әкеліп мына пустой тарелкаға құйсын. Қайтадан балалар Сол өрет ретімен қоя салсаңыздар болды ғой. Балаларымыз балнамай кетеді. негізі тарелка қасымен Даяна, әкеліп береді. Аруана. Жаңына пай қараңызшы. Уақыт беріңіз ба? Кеттік, бас таппен. Өнеріне сай келетін, өздерінің өз қиялдарынан туындаған көктемгі қиял сән үлгісін тамашалайық. Ол сән үлгіміз дайын болғанша, даярлық тобының үндемейін тамашалаңыздар. Чуть-чуть немножко это, на одной позиции. Моя дочь в индийском фотографируется. Когда они сейчас отдельно будут, знаете, будет еще кучка фотографий.
сәлде. Бұл әрбір әйелдің басындағы бас киіміне сай аксессуар. Әйел адам міндетті түрде қолында қол сөмкесі болу керек қой. Қол сөмкесі біз қазірде сәлмен аксессуарымыз Алла қыз екеуміз қызғалдақ композициясы. Қарсы алыңыз. Шолпан анамыз Балжан қызымен. Сөз береміз Әділқазы алқасына әр ананың өнерлерін сараласақ. Әділқазылар алқасы дайын болғанша біздің даярлық тобының әншілерін шақырамыз. Сенің анаң алтын. Алсын блогер болсын.
балабақша бүлдіршіндері, сіздерді алда келелерге әділ қазылар алқасы дайын болғанша құттықтау сөз сөйлеп жіберейік. Сіздер әрбір отбасыға бақыт, қуаныш, шаттық әкелсін. Әрдайым біздің балаларымыз осындай гүлдей жайнап, жарқырап жүре берсін. Сіздерге рахмет, өстіп ат салысы біздің балабақшамызға, балаларымызға көңіл бөлгендеріңізге сіздерге рахмет. Сөз кезегін ортамыздан ата-аналар құттықтау сөз кезегін айтса. Балалар, бүгін керемет кеш өтіп жатыр, керемет қызықты мероприятие өтіп жатыр. Маған өте ұнап жатыр. Балалардың таланттары енді жер жарып, енді дауыстары да керемет, билеген билері де керемет. Барлығы мықты балалар, өте талантты балалар екен көріп жатырмын. Барлық балалар ата-аналарынан озып жатыр. Bir жағынан қарап тұрсаң, ата-аналар чуть-чуть қалып жатыр, балалары бірақ мықты екен. Балаларға тағы да бір рахмет айтып қошемет. Балалардың бәрі, қыздардың бәрі керемет. Мына осылай барлығымыз балаларға қарап, балаларға осылай көңілімізді бөле берсек, телевизорге қарамаса, өмірместен балаларға көбірек қарасақ, балалар действительно біздің балалар өте керемет болады, өте жақсы азаматтар болады. Кейін Құдай қаласа әрбір қыздарымыз, әрбір балаларымыз бір министр, бір президент бола берсін. Әрқашанда осылай амандық, саулықта болайық. Келе жатқан 8-ші наурыз мерекесімен бүкіл қыздарды құттықтаймын. Ата-аналар, келе жатқан 8-ші наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Осындай көктемгі алғашқы мерекеде жайнап гүлдей жайнай беріңіздер. Бүгінгі өте сайыстарыңыз өте маған ұнады. Мен де осынау плюсте өзімен етіп қойдым. Келесі жылы мен де осындай сайыстар өткізді. Ата-аналар сіздерге біріншіден көптен көп рахмет. Осындай балабақша ісіне атсалысып қатысқандарыңызға. Енді бәрін бөле жарып айтып керегі де емес шығарсың. Түгелдеріңізге көптен көп рахмет. Ал енді өзіме кімге Аруананың анасына өзі риза отырмын. Ол кісі өзі орысша болса да, бүгінгі Аруана үшін ат салысып қатысқаныңызға көптен көп рахмет сізге. Мінекей Балжанның да анасы өте тамаша, мінекей қаншама ет әкеліп тұр. Бұл ұлттық өнеріне ұлттық астағы Айшаны ұлттық асымыздың бірі ет асып әкелгендер. Өте тамаша, шұбатыңыз да өте қызмет дәмді болды. Сізге де көптен көп рахмет. Мына жерде кімдікі? Даянаның мамасы қандай өнерлі. Газеттен біз енді ойламаймыз, газет лақтып тастаймыз. Бірақ қандай сәнді көйлек шығарған екен. Даянаға да қол шапалақтап қойып. Ал енді мына жерде Балжан, енді сізді өнерлі десеңіз де өнерлі. Алуа екеуіңіз бір-біріңізде қалыспайсыздар. Алуа енді біз жаңағы біріншіде таныстыруда кішкене неге оқыдыңыз, сондықтан не болдыңыз. Бірақ өнеріңіз сіз одан кейін асып кетті. Мына қол шатырыңызбен панамкаңызды біз киіп алатын шығармыз көктемде. Соны айтам. Сондықтан да Балжан өте өнерлі екен. Анаң да өнерлі, өзің да өнерлі екенсің. Отбасымен өнерлі екенсіздер сіздер. Сіздер бүгінгі қатысқандардың нағыз бүкіл жаңағы берілген сайыстан түгеліне өттіңіздер. Көптен көп рахмет. Алуа, мамаңа көптен көп рахмет айт. Қандай саған қол шатыр істеп берді. Қараш, өте білімді сіздер, өте өнерлі сіздерді. Сіздерге де көп рахмет. Назым, қандай күшті билеп бердің, әдемі. Мамаң да бауырсақты күшті пісіреді екен. Мінекей, сізге де қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Енді сіздерге арнап мынандай сыйлықтар, мақтау қағазы бар екен. Балаларға арналған мінекей мына жерде сыйлықтары бар. Соны табыс етуге рұқсат етіңіз. Аяулы ана ару бүлдіршін сайысына белсене қатысып, өнерлі ару номинациясын жеңіп алған Беган Балжан, анасы Шолпан, сіздерді Өнеріңіз өрге өсе берсін. Құрметті ата-аналар, сіздер балаларыңызды қазақша балабақшаға бересіздер, қазақша топқа бересіздер. Сондықтан да қазақша міне қандай сөздің жанын шығармайды, қандай керемет, көп рахмет. Сіздерге құлақ қағыс болсын сіздерге.
белсене қатысып, білімді ару номинациясын жеңіп алған Исабай Алуа анасы Махаббат марапатталады. Бұл кісілерге сөз жоқ, керемет өнерлістер. Бағана мына дәрумендерді әкелгенде қандай денсаулыққа пайдалы, одан кейін сән үлгісіне шыққан кезде сөмкені қалай тағады, қандай киім үлгісімен шығады, бәрін керемет айттыңыздар. Керемет білімдеріңізге енді шек жоқ. Және де осы біздің мына бағанадан айтып отырмық, мына біздің балаларымыз жатқа айтады екен де, бірақ мамалары қағазға қарап айтады екен. Мына бағана айтып отырмық, Алуаның анасына сіздерге көп рахмет, сіздердің әкелеріңізге де көп рахмет. Осы сайыс балабақшамызда сайыс болса, папасы бізге келеді. Мына жол жүру ережесі 2 жылдан бері гран-при алады біздің балабақша. Сізге де көптен көп рахмет. Осы жерде 40 пышақ болып бір-бірімізбен келіспей жатамын. Папасы келіп бұланы былай, мынаны былай деп бәрін орын-орнына қойып кетеді. Сіздер көптен көп рахмет. Маманы қолға алып жаққа айтатын болыңыз енді сіздер. Мамаңызды қолға алыңыз енді. Мінекей Алуа, сізге көп рахмет. Тамаша, керемет ойнадыңыз. Біздің қыз екіншілі ғой. Молодец. Алуа, мінекей. Тамаша, керемет. Ару бүлдіршін сайысына белсене қатысып, сүйкімді ару номинациясын жеңіп алған Алтаева Даяна, анасы Гаухар марапатталады. Сіздер жақсы қатысыңыздар. Ең бірінші болып топ жарып шығу өте қиын. Сондықтан да сүйкімділіктеріңізбен... Жоқ, сәнді. Жоқ, дұрыс қой, көптен көп рахмет сіздерге. Сіздер де керемет өнер көрсеттіңіздер. Көп рахмет, тамаша. Аяулы ана ару бүлдіршін сайысына белсене қатысып, парасатты ару номинациясын жеңіп алған Жанділдаева Айша, анасы Амангүл марапатталады. Парасат. Сізге де керемет, барлық жерде жақсы қатыстыңыз. Сізді енді құдалық болғанда сіз шақырдыңыз. Сізді ең соңында шыққан кез танымай қалдым. Түрлі боламыз. Көп рахмет сізге. Белсене қатысып, Биязы ару номинациясын жеңіп алған Алданияз Назым, Алмагүл анасы марапатталады. Көп рахмет. Осындай Биязы көп рахмет сіздерге де. Аяулы ана ару бүлдіршін сайысына белсене қатысып, сәнгер ару номинациясын жеңіп алған Сағынбаева Аруана, анасы Салтанат марапатталады. Тамаша, басындағы шырапасынан қандай керемет. Ал құрметті ата-аналар, келген мерекелеріңіз құтты болсын. 8-ші топ тәрбиешілер қандай керемет, таңдайлар тақылдап тұр, қандай жақсы өнер көрсеттіңіздер. Көптен көп рахмет, сіздерге 8-ші топ мерекесі құтты болсын. Мына біздің барлық осы елге көп рахмет. Мереке құтты болсын, тек қана жақсы болады. Ақшасы көп адамдар әрбір күндері той болады.